Сәлеметсіз бе? Бұл роликте сіз қызмет.kz сайтына кезеңдеп тіркелумен танысасыз. Сондай-ақ қажет болған жағдайда мемлекеттік қызметке арналған емтихандардан сәтті өтуге арналған оқыту курстарын сатып ала аласыз. Алдымен іздеу жолағына қызмет.kz сайтының атауын жазу қажет. Сайтта мәтіннің дұрыс көрсетілуі үшін автоаудармашыны өшіріп қоюды немесе экранда осындай терезе пайда болған кезде айғаршықты басуыңызды өтінеміз. Сайт орыс және қазақ тілінде қолжетімді. Өзімізге керекті тілді таңдаймыз. Бас мәзірде 5 бағдарлама орналасқан. Бірінші, әкімшілік қызмет әкімдік, салық органдары, әділет органдары және тағда басқа секілді мемлекеттік қызметте жұмыс істеуді жоспарлайтын адамдарға арналған. Екінші, құқық қорғау қызметі ішкі істер министрлігі, прокуратура, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, экономикалық тергеу қызметі, төтенше жағдайлар министрлігі секілді мемлекеттік қызметте жұмыс істегісі келетін адамдарға арналған. Үшінші, ЖКБ, жеке қасиеттерді бағалау, мемлекеттік қызметке орналасып жатқан адамдарға арналған екінші міндетті тестілеу. ЖКБ сертификатынсыз адам әкімшілік қызметке жіберілмейді. Әкімшілік мемлекеттік қызмет бөлімін басып, тестілеуден өтіп көрейік. Біздің алдымызда 3 бағдарламасы бар қосымша парақ пайда болады. Мысал үшін, екінші нөмірлі бағдарламаны таңдайық. Ашылған терезеде бізге қызметтер пакеті ұсынылған. Әр қызметтер пакеті Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тестілерді, бейне құралдарды, сондай-ақ аудио кітаптарды қамтиды. Екінші пакеттің бағасы 8000 теңгені құрайды және қосымша 2 кітапты қамтиды. Мемлекеттік қызмет тесттерін оңай тапсыру және ЖКБ тестілеуден қалай өтуге болады. Өзімізге қажетті қызметтер пакетін таңдаймыз. Тіркеу терезесі ашылды. Ол жерге сіздің атыңызды, телефон нөміріңізді, электрондық пошта мен құпия сөзіңізді толтыру қажет. Тіркеуді басамыз. Назар аударыңыз. Электрондық поштаны жазғаннан кейін бос орынды алып тастауды ұмытпаңыз. Сізді автоматты түрде қызметтер пакеті бар бетке қайта ауыстырады. Мұнда біз тағы да өзімізге қажетті пакетті таңдаймыз. Біз төлем бетіне өттік. Өз деректемелерімізді енгіземіз. Төлеуді басамыз, сізді чек ұсынылған бетке ауыстырады. Енді біз жеке кабинеті бар бетке өттік. Мұнда сіз 3 қосымша парақты көре аласыз. Аудио, бейне, кітаптар. Аудио қосымша парағында Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кітаптар бар. Бейне қосымша парағында Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша оқыту бейне материалы қамтылған. Кітаптар қосымша парағына өте отырып, сіз 2 сілтемені көресіз. Олар бойынша өтіп, кітаптарды жүктеп алуыңызға болады. Сол жағында бір батырма орналасқан. Ол арқылы сіз 115 сұрақтан тұратын тестілеуден өте аласыз. Бұл өз біліміңізді тексеріп көруге арналған тамаша тәсіл. Тестілеу аяқталғаннан кейін, сіз қателеріңізбен жұмыс жасап, өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды анықтай аласыз. Бұл ақпарат сіз үшін пайдалы болды деп үміттенемін. Емтихандарды сәтті тапсыруыңызға тілектеспін.